Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдері, студенттер және оқушылар. Мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikTok'тағы және YouTube'тағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетемін. Мектеп және университет математикасының барлық бөлімдерінің есептерін талдаймын. Бүгін мынадай Сканавидің тригонометриялық теңдеулер тарауында мынадай тригонометриялық теңдеудің шешуін сіздерге көрсеткім келді. Бөлшек 4 котангенс x бөлімінде 1 плюс котангенс квадрат x плюс синус квадрат x плюс 1 тең 0. Осы теңдеуді қалай шешеміз? Бұнда котангенс синус бөлінген косинус па, дұрыс па? Анда бөлімі 0-ге тең емес деп аламыз. Синус x 0-ге тең емес деп аламыз. Анықталу осында котангенстің x тең емес, ендеше пи k-ға. К бүтін сан мына. Түрлендірейік. Тангенс деген, котангенс дегеніміз бір бөлінген тангенс, дұрыс па? 4 котангенс x 1 плюс котангенс квадрат x. Котангенс дегеніміз бір бөлінген тангенс. 4 бөлінген тангенс и 1 плюс 1 бөлінген тангенс квадрат x. Мына жерде тангенс квадрат мына жаққа кетеді де, мына жаққа қалады да, ортақ бөлімде 4 тангенс x 1 плюс тангенс квадрат x. Мына жерге қарайық. Мынаны қалай жазсақ болады? Мына қалай жазсақ болады? Ол тең деген 2-ні бөліп 2 көбейтілген 2 тангенс x 1 плюс тангенс квадрат x. Енді мына жерде x пи бөлінген 2 плюс пи k-ға тең болмаса, мынау неге тең? Синус x деген. Мынау нені береді? 2 синус x. Анықталу облысында тангенс сан. Значит, мынаның орнына 2 синус x 2x-та қоя аламыз. Онда анықталу облысында x синус квадрат 2x плюс 2 синус 2x плюс 1 тең 0. Нені беріп тұр? Қысқаша көп формуласы бойынша а плюс b-ның квадраты синус 2x плюс 1-дің квадраты 0-ге тең. Бұдан мен санның квадраты 0-ге тең болса, тек қана бір жағдай бар ғой. Ішіндегі 0-ге тең. Значит, мынау синус 2x минус 1-ге тең. Синус қандай жағдайда минус 1 болады? 2x минус пи бөлінген 2 плюс пи k-ға тең болса, минус пи бөлінген 2 плюс 2 пи k бүтін сан мұнда. Онда x-тің өзі қандай болады? Бірақ бір болайын деп тұр. Минус пи бөлінген 4, минус пи бөлінген 4, минус пи бөлінген 4 плюс пи k бүтін сан. Мына теңдеудің шешімі қандай тең болады? Минус пи бөлінген 4, x неге тең болады? Минус пи бөлінген 4, минус пи бөлінген 4 плюс пи k бүтін сан. Мына теңдеудің шешімдерінің жиыны қандай сандар жиыны болады? Минус пи бөлінген 4 плюс пи k. Мұнда k бүтін сан. Міне, мына теңдеудің шешімі мынадай сандардың жиыны болады. Видео мына салайық қойып, әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Әріптестеріңізге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.